Арыс қаласы, Ақынбеков 34-ші үйдегі жаңа снаряд мына крышадан кіріп, мына дуалды тесіп өткен. Ары қарап мынау веранданың астында мына дуалдан өтіп, мына тесікке кірген, мына дуалдан жерге қарап. Одан шығып, сырттан мына дуалға кіріп, шығып, сырттан астына түскен өрге. Времянканың астына қарай фундамент кеткен. Содан мына жаққа кіріп, снарядтың ең астыңғы жағы, соңғы жағы, снаряд 3 метр сыртта жатыр далада. Снаряд 2 метр ойын. 2 метр мін. Жарылмаған снаряд. Ақынбеков, Арыс қаласы Ақынбеков көшесі, 34-ші үй. Мынау көршіміз Ғалым деген жігіттің үйі. Қалай қазып алдыңдар оған? Қолмен 2 күн болды қазып алған. 2 күнде дегенде әрең табылды ол. Қазып алдында 2 күн деген әрең. Саперларға айтып қойыңыз. Осына военный сапер жігіттерге рахмет. Осыны 2 күн бойы қазып алды. Свет жоқ, су жоқ. Пляктегі түбінде жылып кеткен суды ішіп, бір мемлекеттен грамм көмек жоқ. Оның арқасында үйтіп әрең қазып алдық қазір. Қазып алғанымызға қазір 5 минут 10 минуттың уақыты болды. Жәрдемде кім келді бұл жақтан, жан-жақтан? Жәрдемде ешкім келген жоқ. Көшедегі сапер мәкең бастаған топқа рахмет. Ол жігіт басында болып, жігіттерге ақылын айтып, қатты ұрмаңдар, соқпаңдар. Өзінің бәрі сапер маманы бойынша айтып отыр, өз ішіне кіріп түсірді. Звониясы подполковник екен. Осындай ағайындар. Подполковник сапер кеткенде осы әлі біздің территорияда жүр. Бұны енді хабарластыңыздар ма, не алып кетуге, кімдерге хабар бердіңіздер ме уже? Хабар берді. Келіп. Жоқ, енді бұл енді алып кетуге қашан, қай уақытта алып кетеді? Сол жағы. Қазір уже хабарласты, қазір КамАЗ келеді, алып береді. Арыс халқы, тұрғындары, сіздер де үйлеріңізді жақсылап қараңыздар, тексеріңіздер, барлығын мұқият тексеріңіздер, өйткені қай жерде болмасын білмейсіздер сіздер. Жақсылап қораларыңыздың бәрін тексеріңіздер. 10 метр терең кіріп кеткен мынау снаряд. Оңай нәрсе емес бұл. Бұл жарылса, былайына 100 метр, былайына 100 метр ма сонда жарылады деп айтты. Енді біз ондай маман емеспіз, бірақ солай айтып жатыр. Енді ертерек бұны келіп, мамандар келіп, өздері военныйлар алып кету керек ертерек. Алла өзі сақтасын, жәрдем берсін.